Өте жылдам хабарнама. Зейнеткерлер үшін жақсы жаңалық. Алдағы уақытта зейнеткерлер мен жалақы индекстеледі, деді Күлегенов. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Премьер-министр Күлегенов зейнетақыға қосала жалғаны да индекстеу жұмыстары жүргізілетінін айта өтті. Өткен жылы зейнетақы индекстеу болды. Инфляция жоғары болса да 10-15 мың теңге төленді. Бірақ бұған адамдардың көңілі толмады. Халық қайта индекстеуді күтуі керек пе, деді журналистер Алтай Күлегеновке. Барлық реформалар халықтың табысын арттыруға бағытталған. Осы жылы инфляция рекордтық шықты. Бұл ешкімге жасырын емес, сондықтан алдағы уақытта индекстеу жүргізіледі, деп түсіндірді Алтай Күлегенов. Ол биылдың өзінде шешім қабылдануға, бірақ алдағы уақытта индекстеу жүргізіледі. Әрине, алдағы уақытта индексация жүргізіледі. Жалақы индекстеледі. Дәрігерлер мен мұғалімдердің айлығы 25, ал медициналық қызметкерлердің жалақысы 30%-ға артуы өсіп отыр, деді. Жалпы барлық салаларда, тіпті жеке компаниялардың жалақы өсіп келеді. Бізде кәсіпорын одақтарында, жұмыс берушілер мен жергілікті одақтар арасында үш жақты келісімде бар, деді вице-премьер. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға жаңалықтарымызды бөлісе отырыңыздар.